сұрай алады. Егер ол зұлымдық қылып күйеу. Әйел талағын сұрай алады, күйеу зұлымдық қылып. Яғни өзінің міндетін атқармайды күйеу. Нәпақасын тауып бермейді, бармайды, жақындаспайды деген сияқты ғой. Өз міндетін атқармай жатыр. Әйел айтады, талағымды бер дейді. Зұлымдық қылып дейді. Сіз қасарсыз ба? Жоқ, мен саған әрі зұлымдық қыламын, әрі талағымды бермеймін десе, ол әйел не істей алады енді? Қазиға, муфтиға, қазір біздің тілде муфти хазіретке барып, ол не қылады? Сыншы жазады. Күйеуім осындай зұлымдық қылып жатыр маған, не талағымды бермейді, біреуге тиіп кетейін, бақыттауға дейін десем. Не өзі ақымды бермейді дейді. Сонда не істейді? Муфти хазірет күйеуін шақырып сөйлеседі. Жоқ деп күйеуін тұрбаса өзінің есінде. Күйеуінің атынан әйелге бір талақ бере алады. Шариғат бойынша. Енді зұлымдық қылып жүре бермейді ғой өмір бақи. Соны әйелде болып, не әйел емес, не біреудің әйел емес деген сияқты олай болмайды ғой. Ол зұлымдық қылып жатыр деген сөз. Сол кезде әйел адам не істей алады? Талағын сұрай алады. Күйеуі зұлымдық қылып жатса оған. Түсінді ғой? Муфти не істейді? Күйеуінің атынан бір талақ береді. Ең үлкені сол отыр, бұрын қази еді ғой. Бұрын шариғатта қази еді ғой. Қазір ең үлкені сол хазірет болып тұр ғой енді. Одан үлкені жоқ болып тұр ғой. Шариғатта бәрі қарастырылып қойған ғой. Ешкім ақысын жегізіп қойып, оны қорлатып қоймайды. Ол біреудің қызы ғой, гүлі ғой біреудің. Біреудің қорлатып, үйтіп жүргізіп қоймайды оны шариғат. Оның басын босатып береді, егер зұлымдық қылып жатса күйеуі болған. Мысалы, Шымкенттен бізге келген кезде ше, біз осы жерден орталық мешіттен жазғыздық та, факспен жібердік, Астанадан шықты, ояқтан жіберді, неяқтан шықты деген сөз ғой. Қаулы шығып тұр, міне талағыңызды берілді. Күйеуіңізбен сөйлескен екен, ол соны мойындап тұр. Болды, талағыңызды муфти берді сіздің. Басы бос. Себебі әкесі болмай қалды, әкесі жоқ ол қыздың ұзататын. Енді не істейді? Қази әкесінің орнына. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әкесі жоқтарды, әйелдерді өз әкесінің орнына ұзатып атты ғой. Саған бердім деп та. Бұл қыз емес немесе. Оның әкесі жоқ ол қыздың ұзататын. Әкесінің орнына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ұзатты. Сол секілді уәли жоқ болып жатса, ол не істейді? Сол жердің дін басшысы оны ұзатады, мысалы, муфти хазірет деген секілді үкім жүреді.